Assalamu alaikum, hürmetli dostlar. Насос күйді. Мынандай насос еді, мінекей, китайский глубинный. Күйіп кетті. 3,5 жыл істеді. Мынандайын алдық. Үлкендеу екен бұл. Производительность үлкен. Давлениесіне насос ұзаққа тастайтын барлығы үлкен болып тұр. Соны ауыстырып жатырмыз. Міне скважина 30 метр. 30 метр. 6-7 метр суда тұрады. Мұны судың ішінде тұрады 6-7 метр. Қазір бәрін қысқартылып жатыр. 1 метрге тросын қысқартам. Судан бетіне қоям. Неге десеңіз, асты мощный болғасын, него лай сорып, заклинить етіп қалды. Алып, тазалап, қайттан салып жатырмыз. Сым қиылды, мына жерде тұрады деді, мен автоматпен жіберген. Сым қиылып, енді мынаған мыс сым қоямыз, алюминет. Қазір енді салам. Міне достар, салдық. Ондай тұр, насос давлениесі күшті. Бақа тұра тұрсын. Мына жерде енді қазір мына сымды ауыстырамда, міне мыс сымға қоямыз. Автомат қоямыз защитасын. Сонымен болды. Мен жақсы болады. Сым үзіліп, бір фаза дұрыс бармаған ғой. Әлсіз контакт болып күйіп кетті ма двигателі. Болды, осымен суымызда бітті. Жақсы болды. Қош достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар.